Сәлем достар, бүгін сіздермен пеште піскен балық дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге менде сазан балығы үлкенін алдым, қылтығы аздау ол үшін, бірақ сіздер кез келген балықтың түрін пайдалансаңыздар болады. Тұз, паприка, кориандр, лимон және петрушка немесе укропты пайдалансаңыздар болады. Маған укроп ұнайды, сондықтан мен укропты салдым ортасына. Кориандр, тұзды, паприканы жақсылап салып, ысқалап жарты сағатқа қойып қоямыз. Маринады жақсы сіңу үшін. Маринады сіңген балығымызды алып, фольгаға салатын боламыз. Фольгадан лодочка жасаймыз. 2-3 қабаттан қабаттап балықтың бөлінген соғы шығып кетпеу үшін осылай лодочканы жасап салатын боламыз. Енді кезек лимонды жұқалап тұрамыз. Қатты жұқа болған абзалырақ, неге дегенде лимонның кислотасы бөлінген кезде қатты кислый болып кетуі мүмкін, сондықтан лимонды байқап пайдаланыңыздар. Осындай жұп-жұқа болғаны жақсы. Фольгаға балығымызды салып, лодочканы жасайтын боламыз. Яғни қалыбын, қазір балықтың піскен уақытында сок бөлінеді, соғы, сол сорпасы шығып кетпеу үшін фольганы ішке қарай ширатып қайырамыз. Фольганы бір-бірінің үстіне емес, қиғаштап салыңыз. Сол кезде фольга үлкенірек болады. Балық жақсы сыяды. Менде печканың қалыбында прям дәлме-дәл келіп тұр балық. Менде 2 килограммнан асық мына балық. Фольгадан жанынан 2-3 сантиметр қалған абзалырақ осылай. 2 басын ғана қатты біріктірдім, қалған жерін қалдырамыз. Балыққа қатты жабысып кетпеу керек. Осылай бірнеше жерінен ішке қарай сүйекке тигізбей, сүйекке жеткен кезде кесуді қоямыз. Осылай кесіп аламыз. Осы кескен жерлерге лимондарды салып шығатын боламыз. Кескен жерлерімізді тексеріп шығамыз. Лимон сиятындығына көзімізді жеткізіп. Лимондарды саламыз. Лимондарды 2 бөлікке салдым. Мына жерде симай қалды. Лимонның дәнін салмауға тырысыңыздар. Дәннен 2 есе кислотность бөлінеді. Тамақтарыңыз қышқыл болып кетуі мүмкін. Жұқа, сонда байқап пайдаланыңыздар лимондарды. Ішін ашып, укроптарымызды саламыз, бірнеше сабағынан бөліп саламыз. Укроптың орнына петрушка пайдалансаңыздар да болады. Укроп 2-ші жағына дағы салдым, бас жағына қарай. Оның үстінен лимондарды теріп шығамыз. Лимонның ортасындағы дәндерін алып тастаған абзалырақ. Енді бетіне фольгамен жауамыз. Фольганы жауған кезде балықтың бетіне қатты жабыстырмаңыздар. Піскен кезде, фольганы алған кезде балықтың беті жұлынып кетеді. Сондықтан
ісіндіріп бетін жауамызда 2 басын ғана біріктіреміз. Қалған осылай бетін жауып тұрады, болды. Пісу уақыты жарты сағат немесе 1 сағат, балықтың көлеміне байланысты піседі. Біздің пеште піскен балығымыз дайын. Қарасаңыздар, өте әдемі, сүйкімді болып тұр. Кез келген мерекелік дастарханның ажарын ашады. Суы шығып тұр екі жағынан. Сондықтан фольганы қатты жабыстырмай етеміз. Дәмін көретін боламыз. Дәмі өте ерекше, дәмді. Лимонның және балықтың, кориандрдың дәмдері өте әдемі болып, нежный болып шығып тұр. Жасап көріңіздер. Сізбен бізге ас болсын. Мерекелік дастарханда әдемі болып көрінеді. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Укроп, лимонның дәмі әдемі шыққан. Ас болсын.